Бүгін бізде мынандай SSD Colorful ішін ашып көрейік. Модель SL500 512 гигабайт. Осындай коробкада орналасқан. Коробкасы вроде нормальный. На жерін оқысаңыз, чисто китайский. Так, на жерді оқысаңыз, китайский. Практически барлығы китайский ғой негізі. Тип памяти 3D NAND. Қазір скоростын тексеріп көреміз, қандай результат көрсететін. Мына жерде Каспиде қарасаңыз, Каспиде бағасы жазылған. Қазіргі уақытта 2024 жылы бүгін 12 декабрьде бағасы мынандай екен, 18822 теңге. Скорості 500 мегабайт секунду жазылған, скорость записи 450. Қазір несін тексеріп көрейік. Точный емес, примерно провалдар бола ма, памятте болмай ма, қазір көреміз. Ал біз тест бастаймыз. Ол үшін біз AIDA-ға кіреміз. AIDA-да жесткий дисктің скоростын тексеретін программа бар, то есть через копирование. Менюге басамыз, осы жерде сервис и тест диска. Осы жерде біз өзіміздің жесткий дискімізді таңдаймыз. Мен через USB қостым компьютерге. Может, какой-то бір разница болатын шығар, но көрейік енді қалай болатын. Colorful таңдаймыз. Біздің жесткий диск бағана SL500. Енді мына жерде Linear Read-ті таңдаймыз. Бастайық, қалай болады екен. Linear Read. Так. Current Average. Start. Block size 6 мегабайт. Так, current бізде мынау қазіргі уақытта көшіріп атқан жаңағы объемді көрсетіп тұр. Максимальный мынау бізде минимум. Мынау, в общем, средний емес, тура қазіргі уақыттағы деген. Average, мынау средний. Так, пока осы жаңағы нені ұстап тұр, 376 мегабайт в секунду, то есть мынау біздің сайтта көрсетілген несі 500 и 450. В принципе, пока нормально. Бірақ бұны қазір уақыт көрсет, қанша болатын. Қазір біраздан кейін мен видеоны жалғастыратын болам. Сол кезде көрейік қалай болатын. Пока. Уже біздің тестімізге жарты сағаттан асып кетті, уже 30 минут, 30 секунд примерно. Скорость стабильна, 360-340, средний 360 көрсетіп тұр. В принципе, скорості жақсы, ешқандай провал болған жоқ. Қазір мына жерде может кішкене бар шығар бір провал. Но бірақтан ешқандай критичный емес. Обычный жесткий дисктер бір 10 минуттан кейін ба провалдар басталады да. Мына жерде ондай в принципе жоқ. Жесткий диск нормальный деп айтуға болатын сияқты. Басқа да егер жесткий дисктің тесттерін көргіңіз келсе, жаңағы Kingspec, всякие Hikvision, Golden Fear, қолымда не бар, соны тесттен алып көрсетуге тырысам. Бірақтан мүмкін бұл жерде қазір мен неге тығып тұрмын ғой, бұны USB-ге, может, содан кішкене бір разница бар шығар, может быть, өйткені прямой немен тығып тұрған жоқпын да жаңағы SATA несіне, портына. Через USB тығып тұрмын. Мынау сайтта көрсетілген скорость мынандай, мысалы, сайтта көрсетілген скорості мынандай көрсетіп тұр, енді тура осындай болмайды ғой, бірақтан стабильно көрсетіп тұр да скорость. Главная стабильность негізі, чем биік болып тұрып шығып кеткеннен көрші. Енді бүгінге тестіміз осы, вроде SSD дисктің хотя бы сыртында коробкасы болса, андай пластмассовый несі болса, негізі уже бір какой-то качество бар екенін көрсетеді негізі. Мынада коробкасы нормальный, ішіндегі андай пластмассовый несі бар, жаңағы крепить етіп тұратын, ішінде документациясы бар. Осыны алып көрсеңіздер болады деп совет бере алам. Бірақтан бұлардың ішінде, конечно, брак болу мүмкін. Обязательно болады ол негізі. Но бірақтан
бір 10 шақты сондай дискті тексеріп көру керек та, қаншалықты ішінде брак болады, может маған жақсы түсіп қалды ма деген сияқты шы. Енді келесі тағы да тесттерді өткіземіз, тағы да осындай жесткий дисктер. Енді бұл кішкене негізі кішкене болса да қымбаттау, жаңағы Gold фирма, сондай аттардан көрші, Hikvision'нан көрі. Енді келесі видеоларда сол Hikvision соларды табуға тырысам, солардың тестін өткіземіз.